Саламатсыздар ма? Біз бүгінгі сұхбатымызды бастаймыз. Ауған соғысының қандай оқиғалары ерекше есіңізде қалды? 18 жасымда сол армияда карантинде болдым. Сол карантинде 6 айдан кейін бізді ауғанға алып кетті. Ауғанда Паншер деген жерде болдым. Енді орада енді көргенімнің бәрін налайын енді айтайын. Жаралы болып жатыр, нағып өліп жатыр. Асын жұмыстан кетіп жатыр. Медальдарыңыз жайлы айта кетсеңіз. Мынау ауған соғысының берген наградасы мынау. Ауғандікі мынау. Мынау мынау неміске жаңағы. Горбачевтың кезінде берген медаль. Ауған неге келген кезде берді. Сыйлыққа берді награда. Соғысқа қатысқан ардагерлермен араласып тұрасыз ба? Ардагерлермен кездесіп осындай не болып тұрамыз дейді. Бүгінгі сұхбатымызды қорытындылай келе, қазіргі ұрпаққа деген тілегіңіз. Оларға армиядан қалмасын дейміз. Соғыс болмасын дейміз. Қашақта бізді білім алып әйтеуір аман-есен жүрсін дейміз бәрін. Біз сияқты солдат болсын дейміз. Сіз де аман-есен жүріңіз, және де бүгін бізбен бірге уақытын бөліп сұхбаттасқан ауған соғысының ардагері Мейрамбек ағамызға үлкен рахмет. Қош сау болыңыздар.